Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ұлы ақынның сүйікті ойыны тоғызқұмалақ. Бүгінгі сабақта сіздер тоғызқұмалақ ойыны туралы түсінік аласыздар. Автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтайсыздар. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданасыздар. Оқушылар, берілген сандар мен сөздер нені білдіреді деп ойлайсыздар? Бұл ұғымдар қандай ойынға қатысты болуы мүмкін? Әрине, бұл сөздер қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ ойынына қатысты. 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақ деген ойын тақтасының құралдары. Бастаушы, қостаушы ойыншылар атауы. Тұздық алу, атсырау дегендер ойын ережелері екен. Ендеше, тоғызқұмалақ ойыны туралы не білеміз? Бүгінгі сабағымызға бұл ойынның қандай қатысы бар? Мәліметтерге назар аударыңыз. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын рухани ойын, қисындық ойлау өнері. Бұл өнердің басты қасиеті адам санасын жетілдіруге, ақыл ойын кемелдендіруге ерекше күш салады. Зерттеушілер тоғызқұмалақтың 4000 жылдық тарихы бар өте пайдалы зияткерлік ойын дейді. Бұл ойын адамға сабырлылықты, қайсарлықты, тәуекелшілдікті, әрқашанда дұрыс шешім қабылдауды үйретеді. Оны ойшылдар ойыны деп те атайды. Оның себебі жүрек тазарып ақыл жетіледі. Ойыншының есте сақтау қабілеті артып, ойлау қабілеті өседі. Оның үстіне терапиялық сипаты да зор. Зияткерлік ойын ұлы Абайдың ең сүйікті әуестіктерінің бірі болған. Ол ұлттық ойын түрін дәріптеп, тіпті арнайы жарыстар да ұйымдастырып тұрған. Оған дәлел бола алатын шәкірттерінің естеліктері бар. Өңірдің зиялы қауымы жиі бас қосып, өзара мықтыны анықтап тұрған. Ол туралы ұлы жазушы Мұхтар Әуезов ақынның ойынмен қалай әуестенгенін әйгілі Абай жолы роман-эпопеясының биікте тарауында суреттеген. 1887-90 жылдар аралығындағы Ақшоқы қыстауында өткен оқиғалардан ақынның тоғызқұмалақ ойынның шебері болғанын байқаймыз. Сол сияқты тоғызқұмалақ ойынын апталап, тіпті айлап қызықтағаны тап осы жылдар екенін аңдатқан. Бозбала шағы сол Ақшоқыда өткен баласы Тұрағұл тобықты ішіндегі ойыншы шалдар келіп, ай жатып ойнап қайтатұғын дей келе, құмалақта әкемді жеңген адамды көргенім жоқ деп, ойды өз естелігінде бекіте түседі. Оқушылар, естеліктерден алған мәліметтермен жұмыс жүргізейік. Бірінші тапсырма, 3 түрлі күнделік әдісі. Өзіңізге ой салған естеліктің мазмұнына сүйене отырып, үзіндідегі ақынның бейнесін анықтаңыз. Тапсырманың дескрипторы естелік туралы өз көзқарасын білдіреді, кейіпкер бейнесін анықтайды. Тапсырманың жауабын тексеріңіз. Маған ой салған естелік. Абай қызықтаған ойын-сауықтар қайсы дегенге қатысты шәкірті Көкбай. Абай ауылы қысы-жазы өте қонақшыл, дәйім күндіз-түні басып жатқан неше алуан кісі болады. Ел-елдің басты адамдары ертекші, құсбегі, домбырашы, әнші, не болмаса тоғызқұмалақ, дойбы ойнағыш ойыншыларда жатады дейді. Ненің болса да түбіне жетпей тынбайтын әдетінше, Абай әсіресе тоғызқұмалақты салынып ойнап, ақыры жете меңгеріп шығады. Бұл жайында Көкбай Абай тоғызқұмалақта тобықты ішіндегі ірі ойыншылардың ең ілгері қатарында болды дейді. Естелікті таңдауға не себеп болды? Ақынның шәкірті Көкбайдың естелігінен Абайдың ұлттық ойынға деген құмартушылығымен қатар, сол кездегі қазақ халқының тұрмыстық тіршілігі мен болмысынан, ұлттық өнерінен, әдебиетінен, сауықтың түрлеріне деген тәнтілік қасиеттерінен түсінік алуға болады. Мен таныған бейне. Аталмыш үзіндіден Абайдың қонақжай, қашанда елдегі өнерпаз адамдарды құрметтеп айналасына жинайтын көпшіл, жан-жақты адам болғанын білеміз. Сонымен қатар,
сол адамдардың бабын тауып, көңілдерін көтере алатын сауықшыл, ауқатты адам екенін де айтуға болады. Тоғызқұмалақ ойынын жете меңгеріп, ірі ойыншылардың қатарында болуына қарағанда зеректігі мен зияткерлігі басым, ойшылдығы мен ойыншылдығы орайласқан, ойынға деген қызығушылығы мен құлшынысы жоғары болғанға ұқсайды. Сізге бұл тапсырманың оңай болғанына сенімдімін. Жарайсыз. Ақшоқыда өткен қыс айларында Абай шығармашылықтан бос уақытын үш нәрсеге: ән шығару, тоғызқұмалақ және билік құруға жұмсағанының куәсі боламыз. Қазақтың құмалақ ойыны тек көңілді сергітіп қана қоймай, рухани байлыққа жол ашады, яғни адамды биікке жетелейтін интеллектуалдық ойынның бірі. Ұлы ойшылдың дәл осындай зияткерлік ойынды таңдауы бекер емес. Өйткені ол адамның сана сезімі мен сауатын арттыруға әсер етеді. Адал жүріп адал тұр, шөтің дұрыс шығуға, немесе единица жақсысы, ерген елі бейне нөл. Единица нөлсіз ақ өз басындық болар сол. Единица кеткенде не болады өңкей нөл деген өлең шумақтары тоғызқұмалақ ойынының логикасынан алынған астарлау екенін ескерсек, ойынның Абай шығармашылық өрлеуіне, жан дүниесінің дамуына өзіндік үлес қосқаны сөзсіз. Ендеше біздің келесі тапсырмамыз шығармашылық жұмысқа бағытталады. Екінші тапсырма: сізге Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан алынған үзінді берілген. Шығармадағы үзінді бойынша сипаттамалы мәтін жазыңыз. Тапсырманың дескрипторы: оқиғаны сипаттап мәтін жазады, шығармадағы үзінділерді қолданады. Жұмысыңызды дайын жауап нұсқамен салыстырыңыз. Абайдың отауына кішкене молдамен бірге тоғызқұмалақ ағашы мен дорбашадағы тастарын екі қолына ұстаған Көрпебай келді. Санаулы күндерде жиі кездесіп, Көрпебаймен біраз ойын ойнаса да, бәсі мықты ойыншы Абайға алдырар емес. Соңғы ойнағанда екеуінің ойыны таңнан түске дейін созылып, бір-біріне дес бермей ұтқызбай тарқасып еді. Көрпебайды көргенде Абай да соны күткендей, барлық ісін тастай сала, жұмысын жиып тастап, тап бір осы ойынның хас шебері келгендей алаңсыз кірісті. Көрпебай лыпылдаған саусақтарымен сары сүйектен жасалған жұмыр құмалақтарды ұяларына толтырып жатыр. Қолдарының ептілігі сондай, көз ілестіріп қарау мүмкін емес. Бұл Көрпебай Абайдың қыстыгүні күндері айға жуық уақыт арнайы алдыртып алып ойнайтын мықты адамының бірі. Ойынның немен аяқталары мықтылардың өздеріне де қызық секілді. Мәтінді сипаттауыңыз мазмұн жағынан бағыттас болса, сіз тапсырманы дұрыс орындадыңыз. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасап, өзіңізге баға беріңіз. Сабақ бойынша ұнаған, ұнамаған сәттерді анықтап, ұсынысыңызды білдірсеңіз болады. Сабақтың барлық сәті сіз үшін сәтті болғанына қуаныштымын. Өзіндік жұмыс ретінде берілетін оқу тапсырмасы: бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді түйіндеп, берілген ойды өзіндік пікіріңізбен қорытындылаңыз. Тапсырманың дескрипторы: сөйлемді жалғастырып жазады, өзіндік оймен қорытындылайды. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов біздің халқымыздың өмір кешкен ұзақ жылдарында өздері қызықтаған алуан түрлі ойын өнері бар ғой. Менің түсінуімше, ойын деген көңіл көтеру, жұрттың көзін қуантып, көңілін шаттандыру ғана емес, ойынның өзгеше бір ерекше мағынасы болған деп тегін айтпаса керек. Міне, ерте заманнан келе жатқан терең ойды талап ететін, халық даналығы қалдырған тоғызқұмалақ ойынының ұлы ойшылдың сүйікті ойыны болуының бар сыры да осы мағынасында жатыр.